Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын сырники жасаймыз. Бізге керек творог, яғни сүзбе, жұмыртқа, қант, ұн керек болады. Құрамын төменге жазып қоямын. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Алдымен қасықпен, сосын қолымызбен мыжып бір келкі болғанша араластырамыз. Сүзбенің алдын ала құрамындағы суын жақсылап сүзгіштен шығарып аламыз. Артық суы болмағаны дұрыс, сонда сырникиларыңыз бір келкі болып, әдемі болып шығады. Ұн сеуіп аламыз. Ұнды өлшемейміз. Ұнды қанша керек, сонша қолданамыз. Қолға жабыспайтындай етіп, осылай домалақ шариктер жасаймыз. Қызып тұрған майға екі жағын бірдей етіп қызартып пісіріп аламыз. Сосын 150 градуста 15 минуттай тағы да духовкада пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын.